Қызанақ тұздығына қуырылған қырғауылды дайындаймыз. Өте дәмді және керемет болып шығады. Каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка Максовна. Міндетті түрде суық суға кемінде 3 сағат ұстаймыз. Одан кейін осындай отпен жақсылап зарарсыздандырып, артық жүн қылшықтарын күйдіреміз. Жақсылап үлкен бөлшектерге бөлеміз. Үлкен пышақпен өткір болсын. Міндетті түрде қанаттарын қанат қып, бұтын бұт қып, бұт ішін шығарып, үлкен-үлкен кусоктарға бөлеміз. Судан, оттан және өткір пышақтан өткен қырғауылымыздың бізде дайын болды. Егер де сізге видео ұнап жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Жаңадан видеоларды жіберіп алмаңыз. Табамызға өсімдік майын құйып, оны жақсылап қыздырамыз. Және біздің бөлген бөлшек сирақ қанаттардың барлығын екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Егер де қырғауылдың терісі қуырылған және қытырлық болса, ол өте дәмді болып шығады. Сол себептен алдын ала осылай өсімдік майына жақсылап қызартып қуыру керек. Небәрі барлығын 3-5 минутта қызып тұрған майға екі жағын қуырып алғаннан кейін оны бөлек ыдысқа алып қоямыз. Каналда тағы да қосымша пеште піскен қырғауылдың рецебті бар, соны да көрсеңіз болады. Осы майға ұсақтап туралған жуаны жақсылап түсі өзгергенше, мөлдір болғанша қуырып аламыз. Және міндетті түрде бізге қызанақ пастасы керек. Одан мен 2 ас қасық салып, тағы да кішкене қуырдым. Артынан ащыны қаласаңыз, мен 2 ас қасық ашты бұрыш пастасын қосып салдым. Сіз қалауыңыз бойынша қоспасаңыз болады. Қырғауылды дайындайтын рецепттің түрлері көп. Соның бірі фазан охотничий. Каналға кіріп көрсеңіз болады. Жарты литр өз шырындағы қызанақ керек болады. Және оны да салып, жақсылап түсі өзгергенше қуырамыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Ет, тауық және балық тағамдарына арналған хмели сунели тұздығын қостым. Дәміне қарай тағы да қара бұрыш. Және паприка. Дәміне қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тұздығының өзі ерекше дәмді және түсі керемет болып шығады. Енді осы тұздыққа жаңағы біздің екі жақтан қуырылған етімізді саламыз. Жақсылап оны батырып тұрып араластырамыз. Астындағы отын баяуға азайтып, қақпағын жауып, кемінде жарты сағатқа бұқтырамыз. Біздің тұздық азайып кетпеу керек. Егер азайса, кішкене су қоссаңыз болады. Міне біздің тұздық бұқтырылып, етіміз пісті. Өте дәмді және керемет болып шықты. Осыны ыстықтай дастарханға берсеңіз болады. Қараңыздар қандай дәмді, еті жұмсақ, түсі керемет болып. Біздің ерекше қырғауылдан жасалған тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде мен ұсынған рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде каналға тіркеліп, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Қош сау болыңыз.